Ассаламу алейкум отандастар. Бүгін Рамазан айының 5-ші күні. Бүгінгі дұға. Уа Раббым, қияметтің күнінде бар үмітім өзіңде. Ақыретімді уайымдаудан басқа уайымым жоқ. Өзіңнің кеңшілігінен үміттімін. Қыл көпірден өтерде тек өзіңе ғана сенім артамын. Амал таразысында медет беретін тек өзіңсің. Мені өзіңе қауыштыратын жолға бақытты. Әмин. Бүгінгі аят. Шүбәсіз топыраққа түскен тұқымды да, дәнді де жарып, оларды бір жағынан топырақта шірітсе, бір жағынан оларға жаңа тіршілік сыйлау арқылы бүкіл өсімдіктерді жарататын бір Алла. Ол өліден тіріні шығарады, һәм тіріден өліні де шығарушы. Міне Алла осы. Ендеше олардан қалай ғана сырт айланып, сағым қуып, сан қилы теріс жолдарға түсіп кете бересіңдер. Әнғам сүресі 95-ші аят.